Кез келген экстремалды аттракционға отырған әрбір адамның ойында, егер құлап қалсамшы, мына темірлердің бірі үзіліп кетсе не болады? Жарық өшіп қалып, құрылғы тоқтап қалса не істеймін деген қорқынышты ойлар болады. Әлі де мұндай ойлар параноидтарға арналған. Барлық ойын-сауық құрылғылары ойдағыдай жұмыс жасайды деп ойласаңыз, бұл бейнероликті соңына дейін көріңіз. Себебі мұнда ең қауіпті саябақтар мен қорқынышты, күн сайын өлімге әкеліп отыратын аттракциондар жайлы баяндайтын боламын. Экран алдына жақындап жайғасып алыңыз. Бұл бейнеролик адреналинге толы, сізге қызықты болатынына сенімдімін. Армысыздар достар, сіздермен Асия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, лүпіл басып, астына пікір жаза кетіңіз. Бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп алыңыз. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Қорқынышты аттракциондар бұл адамдарды қорқынышты сезімдерге бөлейтін ойын-сауық орындары. Олардың ішінде америкалық төбешіктер, қорқынышты үйлер, шошынатын бөлмелер және қараңғы лабиринттер сияқты түрлері де бар. Мұндай аттракциондар адреналинді жоғарылатып, ерекше әсер қалдыруға арналған. Әсіресе Хэллоуин мерекесі кезінде қорқынышты аттракциондар кеңінен танымал болады. Кинг-Така, Америка құрама штатында орналасқан, бұл әлемдегі ең биік және ең жылдам аттракциондардың бірі. Оның биіктігі 139 метр және максималды жылдамдығы сағатына 306 километр. Формула Росса, Абу-Дабидегі әлемдегі ең жылдам аттракцион. Оның максималды жылдамдығы сағатына 240 километр. Такабиша, Жапониядағы бұл аттракционның ерекшелігі оның 121 градуста тік құлауы. Скайдрайв, Макауа мұнарасында еркін құлау аттракционы. Мұнараның биіктігі 233 метр. Бұл жерге келушілер өте үлкен биіктіктен еркін құлау сезімін сезінеді. X2. ақш-та бұл аттракционда орындықтар 360 градусқа айналады. Бұл тәжірибені одан әрі күрделендіреді. Бұл аттракциондар олардың қауіптілігі мен ерекше тәжірибелігі үшін танымал. Қорқынышты аттракциондарда қауіпсіздік шаралары сақталмаса, ауыр жарақаттар мен адам өліміне әкелуі әбден мүмкін. Көңіл көтереміз деп ойын-сауық саябақтарға барып, өліммен қауышқан трагедиялық оқиғалар да өте көп. Алдымен әдемі қала көрінісін қарап отырып, белгілі бір биіктікке көтерілесіз, содан соң бірден қатты жылдамдықпен қайтадан жерге құлайсыз. Сонда бұл құрылғыда сізді қорғайтын мына қорғаныш белдіктері ғана. Ең биік мұнара Америка қаласында орналасқан, ойын-сауық саябақтағы аттракционның биіктігі 131 метр. Былайша айтқанда 40 қабатты үймен бірдей. Бұл саябақ үлкендер мен жасөспірімдер арасында өте танымал. Аттракциондарға адамдар кезекке тұрып кіреді. Бірақ 2022 жылы болған трагедиядан кейін бұл саябақ толығымен істен шықты. 2022 жыл 24 наурыз көктемгі демалыс. 14 жасар Тайер Сэмпсон өзінің ата-анасы мен достарымен бірге Орландо қаласында орналасқан осы саябаққа келеді. Негізінде Тайерді көп аттракциондарға кіргізбейтін. Жасөспірім болса да оның салмағы 145 келі шамасында еді. Бірақ сол күні бұл саябақтың қызметшілері Тайерге шектеу қоймаған. 14 жасар бала да өз салмағынан ұялған жоқ. Қуанған бала бірден әлемдегі ең биік аттракционға отырады. Отырған кезде мына қорғаныс белдіктері
толығымен жабылмады. Салмағының көптігінен орындыққа да әрең сыйды. Бұны жігіттің ата-анасы да байқамады. Нұсқаулыққа сәйкес саябақтың қызметкерлері адамдарды толығымен отырғаннан соң қорғаныш құрылғыларын жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін толығымен тексеру керек еді. Бірақ оны ешкім қарамаған. Жасөспірім достарымен бірге ең күшті деген аттракционға отырғанына қуанып, бәрін ұмытып адреналин алуға дайын болды. Аттракцион жаймен жоғарыға көтеріле бастағанда, Тайыр қалжыңдап қасында отырған досына, егер маған бірдеңе болып жатса, менің анам мен әкеме оларды қатты жақсы көретінімді айтшы деп әзілдеген екен. Өкінішке орай бұл сөздер бірер минуттан соң шындыққа айналды. Құрылғы ең жоғарғы биіктікке көтеріліп, бірер секунд тоқтап тұрды. Одан соң лифт секілді бірден жерге жоғары жылдамдықпен түсті. Сол кезде осында отырғандардың барлығы қатты айқайлады. Адреналин алып, аттракционнан қорыққаннан емес, жоғарыдан бірден төмен түсіп бара жатқанда Тайыр орындықтан шығып ұшып кеткен екен. Бұл көріністі көрген адамдардың жүздерінде үрей болды. Көз алдыларында адам орындықтан ұшып жердегі асфальтке құлаған. Бірден жедел жәрдем шақырып, ауруханаға жігітті алып кетті. Бірақ Тайырды құтқару мүмкін болмады. 14 жасар жасөспірім достарымен керемет демалыс өткіземін деп өліммен қауышты. Полицияның тексерілісінен кейін нұсқау бойынша Тайырдың салмағымен бұл аттракционға кіруге болмайтыны белгілі болды. Тіпті оның қорғаныс құралдары да дұрыс жұмыс жасамағаны анықталды. Жігіттің анасы бұл саябақ қызметкерлерінің үстінен арыз жазып сотқа берді. Саябақтың басшысы зардап шеккен отбасыға қаржылай көмек көрсетіп, бұл істі жылжа басалды. Ал саябақ толығымен жабылды. Бұл жерде кім кінәлі? Өзінің өмір қауіпсіздігіне немқұрайлы қараған бала ма, әлде өзінің жұмысын дұрыс жасамаған қызметкер ме? Бір жағынан әр балаға өз ата-анасы жауапты болу керек емес пе? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл трагедия туралы өз ойларыңызды астына пікірге жазып кетсеңіздер. Енді елестетіп көріңізші. Ешқандай нұсқаусыз, шектеусіз саябақ. Адамдардың арасында бұл саябақты қауіпсіздікті қажет етпейтін парк деп те атайды. Яғни өзің білесің, қандай биіктікке секіресің, қай жерден құлайсың, немесе қалай ұшасың. Ең қызығы, мұнда сіздің қауіпсіздігіңіз туралы ешкімнің шаруасы жоқ. Бұл экшн саябағы, әлемдегі ең қауіпті саябақ. Кейіннен оны апат паркі деп те атады. There's nothing in the world like action. Action is hot. Action. 1978 жылы ашылған. Саябақтың иесі Джон Малбихен ешқандай құжат, қауіпсіздік шаралары ештеңе жасамаған. Мүмкін бұл кезең сондай болған шығар. Заңсыздық, тәртіпсіздік жоқ дәуір. Джон да заңнан қорқпаған ашкөз бизнесмен болған. Мұнда саябақта күнде бірнеше оқыс оқиғалар болып жатады. Бас сүйегі сыну, мұрын бұзылу, аяқ қолы сыну, немесе адамдардың талып қалуы. Тіпті саябақта адам өлімі де жиі болады. Қызу қанды жасөспірімдер мұнда күнде келіп әртүрлі эксперименттер жасайтын. Аттракциондардың көбі тұзақтардан жасалынған. Солардың бірі зеңбірегі бар сырғанақ. Өте қауіпті, биіктігі 6 қабатты үймен бірдей. 360 градуста төмен қарай сырғанақтан атқылайды. Ішінде осындай домалақ сақинадан өтесін. Бұл сырғанақтан шыққан адамдардың 90% міндетті түрде бір жерін сындырып немесе көгертіп шығады. Ал мына сақиналарға тіреліп қалу қаупі де бар. Алғашында бұл аттракционды жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін манекендерді жіберіп сырғанатқан екен. Бірақ манекендердің барлығының қол аяқтары сынып шыққан. Сонда да бұл құрылғыға адамдар кезекпен тұрып кіреді екен. Күнделікті мұнда неше түрлі оқиғалар болып жатса да, оның ешбірі заңмен қарастырылмаған. Себебі бұл саябаққа кірген адам өмір қауіпсіздігіне өзім жауап беремін деген келісімшартқа қол қойып кіреді екен. Тіпті мұнда сумен сырғанауға арналған сырғанақтан ұшып кеткен бала басын тасқа соғып
өліммен қауышқанда саябақтың иесінің жауабы баланы өлтірген аттракцион емес, тас деген екен. Бұдан кейін де саябақ ештеме болмағандай жұмысын ары қарай жалғастыра берген. Ең қызығы, бұл саябақ нұсқаулықты дұрыс жасамаған, немесе адам өлімі болды деп жабылмаған. Саябақтың иесінің айтуы бойынша қаржылық мәселелер туындағаннан соң саябақ істен шығарылды деген. Ал сіз бұл саябаққа кірер медіңіз? Мұндағы қорқынышты аттракциондарға отырасыз ба? Қауіпсіздік белдіктері жоқ жерден секіресіз бе? Астына өз ойларыңызды пікірге жазып кетсеңіздер. Міне достар, бұл шығарылым да өз соңына жетті. Экстремалды, шытырман оқиғаларға толы саябақтар сізге қызықты болды деп сенемін. Егер ұнап жатса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қолдау көрсетіп, қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мені қызықты деректер шығаруға шабыттандырады. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.